Алматылық жеке тұлғалардың 91% жалпыға бірдей декларацияны мерзімінде тапсырған. Бұл туралы шаһардың мемлекеттік кірістер департаменті хабарлады. Қала бойынша табысы туралы есебін 340 мыңға жуық адам өткізуге міндетті. Десе де олардың 32 мыңнан астамы декларацияны тапсырмаған. Енді есепті өткізбеген тұлғалар туралы мәліметтер тексеріледі. Егер заң бұзушылық анықталса, алдымен ескерту, оны елемегендерге 55 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Егер азаматтар ақпаратты толық көрсетпесе 11 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Жалпыға бірдей декларацияның 3-ші кезеңінде жеке кәсіпкерлер заңды тұлға құрылтайшылары мен жұбайлары табыс есебін өткізуі тиіс болатын. Жеке тұлғалар бойынша түгендеу жұмыстар жүргізіледі. Демек, бұларды бірінші анықтау керек, себептер неге тапсырмаған. Егерде бұзушылықты анықтаған кезде 10 күннен кешіктірілмей хабарлама, ұсынбау туралы хабарлама жіберіледі. Жеке тұлға 30 жұмыс күндей беріледі. Егерде келіспеушілік болып жатса, бұл жерде түсініктемесін жазып, бізге жазып жіберу керек.